Жамбастың мүжілуі коксартроз дейді. Көп жамбасқа қозғалтқыш жоқ адамдарда кездеседі. Оның түбі жамбас мүжіліп, әбден операцияға кетіп жатады. Сондықтан да соған жеткізбеу керек. Егер сіздің жамбасыңыз сыр беріп бастаса, осы жаттығуды міндетті түрде күнделікті немесе күнара жасап тұрыңыз, мән беріңіз. Өзір 4-5 жаттығу өте мән беріңіз. Ендеше бірінші жаттығуын жасаймыз, әр жаттығуды 12-ден жасаймыз. 20-дан жасауға болады, мен үйренген 30-дан жасауға, бірақ әзірге әр жаттығуды 12-ден жасайсыздар. Ендеше бастаймыз. Бірінші жаттығуымыз тіке жатты, тегіс жерге аяқты көтердік. Міне, дәл өз положениеде көтердік. Қазір 12 рет. 1, 2, 3, 4, ішіне сыр, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Керемет. Екінші жағын. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Керемет. Екіншісінде екі аяқты көтереміз. Қараңыз. 1, 2. Мен мына жағына көрсетемін сіздерге көріну үшін. Ендеше аяғымызды көтереміз, осы положениеде екеуін бірге. Ішкі жағын қостық табанның. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Керемет. Айттым, 20-30-ға дейін жасау болады. Бұл екінші жаттығу. Өзінің техникасымен күнде немесе аптасына 4-5 рет, 6 рет жасау болады. Bir күн демалып. Екінші жаттығуымыз керемет жаттығулардың бірі олар. Ол үшін қырына жатамыз. Қазір осылай жатқан күйде аяғымызды ішіне 12 рет, сыртына 12 рет. Өзінің техникасымен. 1, 2, алшағанымыз. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Керемет. Енді артқа айналдырамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Керемет. Келесі жағына оны жасай қоюымыз болады. Мен алдынан көрсетемін сізге. 12 рет. Немесе жақсы артынан көрсетемін. Енді келесі сол жақ аяқ. Жаңа оң жақ аяқ жасадық. Осылай жаттық. Бірінші алдыға. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Енді артқа. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Керемет. Енді соңғы жаттығу міндетті түрде техникасымен жасаңыздар. Онда да осылай жаттық. Енді 1, 2. Бұны санамай-ақ, санамаңыздар қазір 1 минут жасаймыз. Былай келдік. Ішіңізден 60 рет санап.
оң аяқ жасап жатыр. Керемет уже қызып жатыр аяқтары, жамбастар уже. Көксартоз білесіздер, жамбастың ауруы. Оны асқынған түрлерінде операция жасатып жатады. Соған дейін жеткізбеу керек. Жалпы оны үй жағдайында емдеуге болады. Осылай жаттығуларды жасасаңыз, сосын күрделілерін жасауға болады. Осылай қазір 1 минут болады. Көрпізді төмен түсірдік, жоғары көтердік. Алға дейін алып келдік, артқа дейін апардық. Керемет жаттығу. Келесі жағын жасаймыз. Онда 1 минут. Сізде келесі жағын ауына да себепкізге болады. Осылай жатып аламыз. Төмен түсірдік, қайтадан алдық. Сүреміз қайтадан аламыз. Міндетті түрде бұның бәрі мына жамбасқа жиылып қалған, жамбасқа жұмыс жасату. Басында асықпай жасаңыздар. Техникасын жаймен келеді, өзі артқа қарай болады. Шамалы уақыттан шыдаймыз міне. Бұл біреулерге күрделі болуы мүмкін, бірақ жасау керек жаймен. Неге десеңіз, сол қозғалыс жоқтықтан шемішек, жамбастың жиылуы, сыртындағы шемішектер жиылып қалып, содан титан салдырып жатады. Құрғап кетеді былай қарағанда. Соны жаттығулар, соның бәрін астан кетуге керемет. Ыңғайсыз болса көпшік салып қойып, немесе қолыңызды қойып жатасыз. Керемет. Болғаннан кейін жаймен тұрамыз, қырынан жатып тұрып олмен. Күнделік жасау арқылы немесе аптасына 5-6 рет немесе күнері жасап керемет нәтижеге жетуге болады. Ұнаса комментарий жазыңыз. Қолдап қойыңыз қазақша аудиторияны.